оқушыларымыз, мектеп ұстаздары және де осы ішкі істер бұл нәрсенің жақсы жаман екенін айыра алмай, байқамай қалатын балалар болады. Анаған балалар істеп жүр ғой, мен де соны істеп көрейінші деген ойдан ары қарай тәуелді болып қалады. Адамға беретін жақсы жағы да бар, адамға кейбір кезде өміріне қауіп төндіретін де тұсы бар. Түнде жүруді қазір тоқтатамыз. Сағат 10-да біз барлығымыз үйде болуымыз керек. Сіздермен бүгін кездесуге келіп отырған облыстық полиция департаментінің тергеушісі Нұрмағамбет Нұрбол Бақытұлы. Мамандыққа қол жеткізудің басты әрі сәтті жолдамасы болып табылады. Зор үміт артып отырмыз. Сіздердің ең қабілетті және жас есірткі заттар тұтынудың мына слайдтан көріп отырсаңыздар болады. Әр адамға себудің ыңғайлысын жасау керек деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.